Сәлем әлем, бұл Караван Кизет медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Подкаст жүргізушісі мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін әдеттегідей шоу бизнес жаңалықтарына шолу жасаймыз. Өткен апта ел аузында болған жаңалықтарды бірге талқылайық. Олай болса, біз бастаймыз. Тұрсынбек Қабатовтың көлігі адам қағып мерт қылды. Дәл осылай атаумен аталған мақала әлеуметтік желіні дүр сілкіндірді. Тұрсынбектің жүргізушісі адам қағып кеткен. Көлік қаққан 34 жастағы жігіт сол жерде қайтыс болған. Көкшетау Азия ақпарат агенттігінің ақпаратына сенетін болсақ, оқиға осыдан бір жыл бұрын болған. 2019 жылдың 13 қазаны күні кешкі сағат 9-дар шамасында Теміртау Нұра Астана трассасы бойынша Ерлан Омарқұлов есімді жігітті көлік қағып кеткен. Ауыр жарақат салдарынан 34 жастағы тұрғын сол жерде қайтыс болды. Ұзамай марқұмның туыстары адамның өліміне себепкер болған жол талқамайтын бұл көліктің белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовқа тиесілі екенін естіп білген деп жазады Көкшетау Азия ақпараты. Әрине бұл жаңалыққа байланысты жұрт шулай жөнелді. Кейін Қабатов бұл жағдайды түсіндірген болатын. Түрлі парақшаларда Тұрсынбек Қабатовтың көлігі адам қағып кетіпті деген ақпарат тарап жатыр. Сондықтан өзім түсіндіруді жөн көріп отырмын. Үндемей отыра алмадым. Мен бұл оқиғаның басы-қасында болған емеспін. Бұл бір жыл бұрын қазан айында болған жағдай, деді Қабатов. Кейбір ақпараттар беттерінде рөлде Тұрсынбектің жүргізушісі болды деген мәлімет шықты, алайда Қабатов жүргізушісі жоқ екенін айтып отыр. Көлікті өзім жүргіземін, деді ол. Көмекші музыкантым кешке келіп менен көлік сұрады. Ойымда ештеңе жоқ, кілтті бере салдым. Арты бұлай болатынын білген жоқпын. Оның бұрын көлік жүргізушісі көргенмін. Сол уақытта құжатынан айырылып қалған білмейді екенмін. Ол да айтқан жоқ. Өзінің көлігі бар еді, дейді Қабатов. Артынан Қабатов көмекшісі Қарағанды тас жолында адамға кеткенін естіген. Төбемнен жай түскендей болды, оңай болған жоқ. Сұрастыра келе марқұм өзі кінәлі екен, кішкене ішкені бар, жолға жүгіріп шыққан, дейді. Қазір марқұмның артынан ештеңе айтып келіп тұрған жоқ. Куәгерлер бар, содан әлгі жігітке қолыңмен істегенді мойныңмен көтер, мен араласпаймын деп айттым, дейді Қабатов. Сол жерде болмасам да көлік сенікі ғой деп кінә тағып жатқандар болса, кешірім сұраймын. Бірақ көліктің ішінде болған емеспін. Сіздерге айтарым осы, деді Тұрсынбек Қабатов. Осымен жайт аяқталды. Қабатовтың қасы жоқ екені белгілі болды. Bir жыл бұрын болған жағдай неге қазір шыққаны түсініксіз, қызық бір жағынан. Жарайды, әрі қарай кеттік. Асыл арна директоры, белгілі телеарна, дін тақырыбындағы телеарна, сол телеарнаның директоры Мұхамеджан Тазабеков. Ол енді Қазақстан ұлттық телеарнасында дәл осы арнада тәлім тәрбие деп аталатын бағдарламаны жүргізетін болады. Осыны естіген белгілі журналистер Сәуле Әбілдаханқызы, Дина Елгезек және қоғам белсендісі Айгүл Орынбек бұған қарсы шықты. Айгүл Орынбектің айтуынша, үлкендер тұрғанда жастардың ондай бағдарлама жүргізуіне жол жоқ. Бұл туралы ол Facebook желісіндегі парақшасында жазған болатын. Соны оқып берейін сіздерге. Асыл арна арқылы үйрете алмаған тәлім тәрбиені ұлттық арнадан үйретейін деді ме? Ұлттық арнасы діни фанаттардың арнасы ма? Қарттардың ұрып деуіп приказ орындауға үйрете ме енді? Ұлтқа тәлім тәрбиені беретін Батыр атамыздың келіні Зейнеп Ахметова апамыз тұрғанда Мұхамеджан Тазабековке жол қайда? Тазабектің де ұяты жоқ екен. Зейнеп апамыз тұрғанда алдына шығып тәлім тәрбие бергенім жарамас. Мен де кеше сақалым тіземе тиіп адасып қарттарды руға шақырып жүрген адам едім деп бас тартуға болар еді. Жоқ, кесетін жерімді кесіп ал деп бетті быттайып ұлттық арнадан бір-ақ шығыпты. Жастарға ақылды қарт кісілер айтатын еді, бізге тепсе темір үзетін жастар айтатын болғаны қашан? Ұлттық арнаның мәртебесі биіктей ме десем, жүн беттерге толып кері кете бастапты. Бұл енді ұлттың арнасы емес, жүн беттердің арнасы деп жазды Айгүл Орынбек. Осыған байланысты мен өз пікірімді, өз ойымды айтып өтейін. Негізі Айгүл Орынбектің пікірі дұрыс, өте орынды. Расында да Мұхамеджан Тазабеков емес, мысалы Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметова жүргізсе, сол кісі үйретсе, айтса өте жарасымды болар еді. Бірақ Тазабековтың бұрыннан да YouTube желісінде
тәлім тәрбие деген жобасы бар. Жақсы қаралым жинап, көптеген қаралым жинап, жақсы пікірлер жинап жүр. Сондықтан да мүмкін соны ескере отыра ұлттық арнаның өзі Тазабековке мүмкін ұсыныс жасаған болар. Ол жерден ешкім адасушылықты, салафизмнің бір түсін көреді дей алмаймын. Тазабековті өзге дінде деп кінәлай да алмаймын. Дегенмен де үлкен адамның өмірде көп нәрсе көрген адамдардың жүргені әрине абзалырақ болар еді. Ал Айнұр Тұрсынбаева Түркияда жүріп, елді шулатып жүр. Ол жақында шұжық шығарып, оның презентациясы сол Түркия елінде өткен болатын. Серікбол Сайлаубек, Роза Әлқожа сынды әншілер, Балғынбек, Сара секілді айтыскер ақындар сол кеште болды, қонақ болды. Сол жерде Айнұр Тұрсынбаева, оның күйеуінің бірге жүрген көпшілікке мәлім болды. Видеолар тараған болатын. Инстаграм желісіндегі парақшалардың бірінде Айнұр Тұрсынбаеваның күйеуімен түскен суреті жарияланып, парақша Айнұр Тұрсынбаева жан-жарымен бақытты деп қойыңыздар деп жазба қалдырған. Суретті көрген желі оқырмандары ер кездегі 3-ке дейін бар ғой, бақытты болсын. Нешінші байы болса да бақытты болсын. Әр адам бақытты болуға лайықты. Не деген қызғаныш қыздар. Қолдарыңнан келсе, сендер де қайырымдылық жасаңдар. Қаншама жақсылық жасап жатыр. Алланың нұры жаусын, бақытты болыңыздар деген пікірлер қалдырған желі оқырмандары. Жас бола ма, кәрі бола ма, не болса да қазақтың бір қызы бақытты болсын дейміз. Ол өзге діндегі немесе өзге ұлттың жігіті емес, қазақтың жігітіне тұрмысқа шыққан болатын. Бақытты, баянды болсын. 42.500 теңге. Бұл осы жылы трендке айналған, танымалдылыққа айналған сан болды. Арасында да төтенше жағдай кезінде, карантин кезінде жұмыссыз қалған жандар осы әлеуметтік көмек арқылы өмір сүрген болатын. Оның ішінде шоу-бизнестегі жандар да, яғни танымал тұлғалар да алған екен. Кейбір әншілер, актерлер бұл атаулы көмекті алуға ұялған болса, кейбірі ештеңеге қарамастан алған. Әдетте тойда $7.000 қаламақы сұрайтын жұлдыздардың 42.500 теңгеге жармасқаны көпшілік құп көрмеді. Әншілердің қара халықтың ақшасымен таласқанын айтып, жерден алып жерге салды. Мұны қолдаған Жазира Байырбекова халықтың ақшасына таласуға ұятымыз жетпеді дейді. Менің кішігірім сұлулық салоным бар, азда болса көмектесті. 42.500 теңгені сұрауға ұятымыз жетпеді. Ол көп балалы отбасылардың өзіне жетпей жатыр деді әнші. 42.500 теңге алған әншілер арасында Қарақат, Бүркіт, жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов, Серікбол Сайлаубек, Дәурен Айдарқұлов та бар. Мінекей, бүгін назарларыңызға елдің аузында жүрген әлеуметтік желіні дүр сілкіндірген жаңалықтармен бөліскен болатынмын. Бүгінгі шығарылым көңілдеріңізден шықты деген үміттемін, ойдамын. Осы біздің YouTube желісіндегі арнамызға жазылып, пікір қалдырып, колокольчик қойып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван KZ медиа порталы. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.